Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін бізде сауат ашу сабағы. Сабағымыздың тақырыбы жуан және жіңішке дауысты дыбыстар. Бүгінгі сабақта сөздегі дыбыс түрлерін дауысты, дауыссыз, жуан және жіңішке дауыстыларды ажыратуды және дұрыс дыбыстауды үйренесің. Мәтіннің мазмұнын, тақырыбы немесе оның иллюстрациясын бойынша болжайсың. Ең алдымен ой қозғау сұрақтарына жауап берейік. Адам күш-қуатты неден алады? Тамақтан. Адам күніне неше рет тамақтанғаны дұрыс? 5-6 рет. Адам ағзасы үшін қандай тағамдар қажет? Денсаулыққа пайдалы. Мынау мәтінді тыңдайық. Бүгін біздің үйде мереке. Ауылдан атам мен әжем Наурыз мейрамын құттықтап келді. Біз дастархан жайдық. Анам бауырсақ, шелпек, ақ нан пісірді. Дастарханға бесбармақ, құрт, қант, кәмпит, сары май, торт қойдық. Балалар кока-кола ішті, ал үлкендер ыстық шай ішті. Атам мен әжем төрге отырды. Олар құрметті қонақтар. Ас дәмді болсын, деді анам. Рахмет, дедік біз. Дескрипторы. Мәтінді оқимыз. Мәтіннен құрамындағы жуан дауысты дыбыстар бар тағам атауларын жазамыз. Құрамында жіңішке дауысты дыбыстар бар тағам атауларын жазасыңдар. Тапсырманы тексерейік. Құрамында жуан дауысты дыбыстар бар тағам атаулары. Олар бауырсақ, ақ нан, құрт, сары май, қант, торт. Құрамында жіңішке дауысты дыбыстар бар тағам атаулары. Шелпек, кәмпит. Жарайсыңдар. Мына өлеңді оқиық. Біздің бұл мектепте бар әсем асхана. Бар онда аспазшы ақ көңіл жақсаға. Әлде май құймақ па, борщ па, сорпа ма? Әлде бал қаймақ па, тұрады ортада. Тәп-тәтті тағамы, ағай ас маманы. Пісіре білгенге астың жоқ маманы. Дескрипторы. Өлеңді мәнерлеп оқисыңдар. Аспазшы сөзіндегі дауысты дыбыстарды ажыратасыңдар. Сөз жұмбақтан аспазшының есімін табасыңдар. Өлеңде кім туралы екен? Өлеңде аспазшы туралы. Аспазшы деген кім? Ол ас мәзірлейтін адам. Аспазшы сөзінен дауысты дыбыстарды табайық. А. Жуан дауысты дыбыс. Жуан дауысты дыбыс. Жарайсыңдар. Асханада жұмыс істейтін аспазшының есімін білу үшін мына сөз жұмбақты шешейік. Ол үшін суреттердің атауларын тиісті тор көздерге орналастыр. Жарайсыңдар. Аспазшының аты Самат. Бірінші тапсырма. Жіңішке айтылатын сөздерді теріп жаз. Самса, тоқаш, шырын, ірімшік, қаймақ, сүт, сүзбе. Дескрипторы. Жіңішке айтылатын сөздерді ажыратып жазасыңдар, оларды қатесіз көшіріп жазасыңдар.
Жұмысымызды тексерейік. Ірімшік. Жіңішке дыбыстар «і». Сүт. Жіңішке дауысты дыбыс «ү». Сүзбе. Жіңішке дауысты дыбыстар «ү», «е». Тамаша, жарайсыңдар. Жұмбақ шешуін тауып, сол сөзге дыбыстық талдау жаса. Ең мықты дәрі, жұрттың бәрі. Аңсап ішер, бал татып дәмі. Ненің нәрі? Дескрипторы. Жұмбақ шешуін табасыңдар, сөзге дыбыстық талдау жасайсыңдар. Әрине, жауабы шұбат. Шұбат деген сөзге дыбыстық талдау жасайық. Жұмысымызды тексерейік. Ш дауыссыз дыбыс. О жуан дауысты дыбыс. Б дауыссыз дыбыс. А жуан дауысты дыбыс. Т дауыссыз дыбыс. Тапсырманы дұрыс орындады деген ойдамын. Орны ауыстырылған сөздерден сөйлем құра. Бауырсақ, апам ұннан пісірді. Дәмді анам әзірледі, тоқаш. Жұмысымызды тексерейік. Апам ұннан бауырсақ пісірді. Анам дәмді тоқаш әзірледі. Шығармашылық тапсырма. Мына сөздердің ортасындағы әріпін өзгерте отырып, жаңа сөз жаса. Тор, сос. Тон, тыл. Сан, сал. Тол. Жұмысымызды тексерейік. Тор, төр. Сос, сөз. Тон, төн. Тыл, тіл. Сан, сән. Сал, сәл. Тол, төл. Бұл жерде жуан және жіңішке дауысты дыбыстар. Бүгінгі сабақта сөздегі дыбыс түрлерін үйрендіңдер. Жуан және жіңішке дауыстыларды ажырата білдіңдер. Әртүрлі тапсырмаларды орындап шықтыңдар. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.